на Дастан Исламбек жол жөндеп тұр. Дастан Исламбек — это лидер гражданской ассоциации, кстати, правление генетических лиц Жамбылской области, некоммерческой организации. Наш представитель гражданской авиации Казахстана на территории Жамбылской области. Исламбек, сөз саған. Қайырлы күн, Бану Ғаниқызы. Қайырлы күн, әріптестер. Көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін үлкен саяси шешім шығарылды. Енді 130 адам бірге келісіп, ортақтасып, ойларын білдіріп, ол тікелей эфирде мен өзім көрдім. Ол жердегі айтылып жатқан мәселелерді естідім. Кейбір қисынсыз дүниелер де болды. Бірақтан ол қоғам болғаннан кейін түрлі пікірлер айтылған жөн деп мен санаймын. Ата-бабамыз тура биде туған жоқ, туғанда биде иман жоқ деп әділдікті ту еткен. Бүгінгі таңда сол әділдіктің кепілі біздің ата заңымыз, ол конституциямыз. Жаңа конституциямыз бүгінгі таңда жай ғана заңдар жиынтық емес, ол әр бір азаматтың құқы мен бостандығын қорғайтын қалқан. Заң бар жерде тәртіп бар, тәртіп бар жерде береке бар. Сондықтан әр адамның құқықтық субъектісі ретінде танылуы, өз құқығын сот арқылы қорғауы, бірлікті заң көмегін алуы құқықтық мемлекеттің айқын белгісі. Ата заңымыз өмір сүру құқығын ең жоғарғы құндылық деп таниды. Ешкімнің өмірін қиюға, ар-намысы мен қадір қасиетіне қол сұғуға жол берілмейді. Өлім жазасына тыйым салыну адам өмірінің баға жетпес құндылық екенін көрсетеді. Заң және сот алдында бәрі тең. Біреуге төр, біреуге көр болмайды. Тегіне, тіліне, дініне, ұлтына қарап кемсітуге ешкімге жол берілмейді. Бұл бірлік пен татулықтың негізі. Бірлік бар жерде тірлік бар. Сонымен қоса Конституцияда әрбір азаматқа сөз еркіндігін, еңбек ету, білім алу, денсаулық сақтау, тұрғын үй және әлеуметтік қамсыздану құқықтарын береді. Бірақ құқық бар жерде міндет бар. Әркім заңды сақтауға, өзгенің құқын құрметтеуге, табиғатты қорғауға, салықты төлеуге, мемлекеттік рәміздерді қастерлеуге міндетті. Ел болам десеңіз, бесігіңді түзе дегендей қоғамды түзеу әрқайсымыздан басталады. Отанды қорғау қасиетті парыз. Ел үшін ер туады, ел үшін өледі. Мемлекет те өз кезегінде азаматтарын қорғауға, олардың құқын қамтамасыз етуге кепілдік береді. Ата заңымыз басты мұраты әділдік, теңдік және адам қадірін сақтау. Әділдік елдің тірегі. Егер біз Конституцияны құрметтеп, оның талаптарын орындасақ, онда мемлекетіміздің іргесі берік, болашағы баянды бола бермек. Ырыс алды ынтымақ демекші, осы алдағы 15-ші наурыз күні болатын референдумге бәріміз осы ата заңымызды, жаңа жобасын жақсылап танысып, білісіп, соның қадір қасиетін түсіне білсек деген ниетім бар. Рахмет.